Петропавлда балаларға арналған ойын алаңқайларын орнату жұмыстары жалғасуда. Биылғы жазда оның 45-і қала аулаларында қойылды. Жоспарға сәйкес қыркүйек айының соңына дейін 5 алаң бой түземек. Мир көшесіндегі нөмірі 123 үйдің ауласында өткен заманның әткеншектері тұрған. Осы жылы жергілікті тұрғындар шаһар басшысына хат жазып, сұраулары бойынша жаңа алаңқай қойылды. 13 снаряд. Жаңа ойын алаңқайы 13 элементтен тұрады. Ескі әткеншектер 5 жасқа дейінгі балаларға жарамаған. Жаңасында 2 жастағы балғындарға да ойнай алады. Тұрғындардың сөзінше кешке таман аулада ине шаншар жер қалмайды. Көрші үйлердің балалары да осы жерге келіп ойнайды. Маған әткеншектер ұнайды. Өзім басқа ауылдан келем. Ең бастысы барлығы жаңа. Ходим гулять. Мен балалармен кешке қарай аулаға серуендеуге шығамын. Үлкен қызым 5 жаста. Ойын алаңқайлары тамаша, тіпті осы жерден баланы үйге кіргізу қиын. Соңғы 3 жылдың ішінде қаланың 200-ден астам ауласында жаңа ойын алаңқайлары қойылды. Келер жылы бұл жұмыстар жалғасын табады.